Жанар, құрбым. Серік аға екеуің соңғы уақытта мен үшін туысқандай жақыным айналып кеттіңдер. Егер осы хатты оқып отырған болсаң, мен бұл өмірде жоқпын деген сөз. Қызымның тағдырына уайымдап, осы өсиет хатымды өзіңе арнап жазып отырмын. Жанар, өзің байқағандай, менің бауыр туысым жоқ. Әкем қайтыс болған, өгей анаммен араласпаймын. Жалғыз сенерім, еділ еді. Ол да бізді тастап кетті. Мен оны жазғырмаймын. Тағдырымыздағы жазу солай болған шығар. Бір шаңырақ астында өмірдің қуанышында, қиыншылығында бірге көрдік. Алла бізге Аяла есімді қыз берді. Ана бақытын сезіндім. Сондықтан да мен о дүниеге еділге өкпесіз аттансам деп ойлаймын. Пешенемізге солай жазылған болса, мен оған қалай қарсы шығам? Отбасыларыңа қиындық туғызғаным үшін өзіңнен де, Серік ағадан да кешірім сұрайын. Жанар, мен саған жалғызымды, жүрегімді, аямды аманаттайын деп шештім. Басқа сенерім де, жақыным да жоқ. Оның үстіне Ая да сендерге бауыр басып қалды. Қызымды жалғызсыратпай, қиындыққа қалдырмай өзін қарашы, өтініш. Серік аға да бұл жағдайға түсіністік танытады деп ойлаймын. Ол өте жақсы, мейірімді адам ғой. Сенен өтініп сұраймын, құрбым. Өзің қамқор болшы бір жапырағыма. Ол өте ақылды қыз. Сенің жаныңда көмекшің болса да, қалқайып жүре берсінші. Жанар, білем, сендерге ауыр салмақ салып кетіп барам. Амал не? Қызғалдағымның құлпырып өскенін көрсем деп армандаушы ем. Тұрмысқа өз қолыммен ұзатсам деп қиялдаушы ем. Оған ғұмырым жетпеді. Қызыма әке шешесіндей қамқор болып, мейірлеріңді төгіңдерші. Сол мейір мен махаббат сендердің шаңырақтарыңа сәби үнін алып келсінші деп тілеймін. Сендер де тезірек балалы бол, отбасы бақытын сезінсеңдер екен. Өмірімнің қиын кезеңінде сендердей жақсы адамдарды жолықтырған жаратқанға да алғысым шексіз. Аман болыңдар. Екеуіңді де құшақтап сүйдім. Құрметпен, Бота. Менің аяқ ізін не істеп жатыр екен? Қош жаққан. Не істеп жатырсың, ая? Қара, мен саған қандай кукла алып келем. Қарашы. Күшті ма? Ұнай ма саған? Әдемі, е? Көйлектерімен ойнайсың осымен. Неғып көңіл күйің жоқ, айтшы? Біреу ренжітті ма? Аю қандай, е?
Gülmей ма? Күнім. Көңіл күйімізді түсірмейміз, е? Қараш, ая, мен саған қазір бір фокус үйретем. Мектепке барғанда балаларға жазып көрсетесің. Күннен солай өстіп күліп жібер, е? Көңіл күйіңді түсірме. Жанка, давай, бәріміз паркке барып қайтамыз ба? Ha? Қыдырып қайтамыз, е? Кішкене сергіп, е? Барсақ бар екен. Ая, сен барасың ба паркке же? Күнің су. Болды, шешілді. Олай болса, мен сендерді сыртта күтем, жарай ма? Киініп, жиналып шығыңдар. Мен сендерді жақсылап қыдыртып қайтайын. Тез шығыңдар, е? Ая, қызым. Тұра қой, кел. Әдемі сұлу қызым менің. Жүр. Тоқта, я? Жүре қой. Шығамыз. Жанка! Жүріңдер болды. Кім? Ассалаумағалейкум. Уағалейкум әссәләм. Аяла Еділ қыз осында тұра ма? Иә? Жақында анасы өмірден өткен, е? Иә. Міне, Ая. Қызым келе ғой. Сәлеметсіздер ма? Саламатсыздар. Аяла деген осы қыз не үшін іздедіңіздер? Біз балалар құқығын қорғау департаментінен келіп тұрмыз. Аяла қамқоршыларынан айырылғандықтан біз оны алып кетеміз. Қайда? Балалар үйіне. Жоқ, мен сіздерге оны бере алмаймын. Оны анасы марқұм бота бізге аманаттап тастап кетті ғой. Керек десеңіздер, мен сіздерге оның хатын көрсетейін, е? Кешіріңіздер, сіздердің баланы алып қалуға ешқандай заңды құқықтарыңыз жоқ. Сондықтан да бала бізбен бірге жүрді. Аяла жүре ғой бізбен. Тұра тұрыңыздар. Қызым қорықпа, тұра тұрыңыздар. Енді, бірақ Аяның анасы қайтыс болғанымен әкесі тірі ғой. Әкесі қызынан бас тартты. Сондықтан бала мемлекет құқығына өтеді. Пап, балалар өскенде папасы мен мамасынан бөлек кете ма? Иә, қызым. Әркімнің өз өмірі бар. Сонда сіз де мені тастап кетесіз ба? Жоқ, алтыным. Мен сені ешқашан тастамаймын. Жоқ, мен сіздерге қызымды бере алмаймын. Кешіріңіздер, сіздер Аялаға кім болып келесіздер? Серік. Туыстық қатынастарыңыз бар ма? Қазір. Жоқ, енді түсінесіз ба? Туыстық қатынас болғанда бұлай ғой. Негізі көршіміз. Бірақ енді Аяның анасы қайтыс болатынның алдында бізге осы кішкентай қызды аманаттап кеткен. ендігі анасы мен боламын, е? Мені мама дейді, е? Айта ғой шыққан міне. Мені мама дейді, мені папа дейді. Көріп тұрсыздар ғой міне. Мен сіздерді жақсы түсініп тұрмын. Бірақ баланы асырап алам десеңіздер, оны заңды жолмен жүзеге асыруларыңыз керек. Біз қазір Аяланы алып кетіп, құзырлы мекемеге тапсырамыз. Сол жерге барып, өздеріңіз құжаттарын жинап, баланы өз қамқорлықтарыңызға алуға болады. Оған заң рұқсат етеді. Сондықтан қазір баланы Жоқ, Серік, мен қызымды бермеймін. Әйеліңіз сабырға шақырыңызшы. Жібермеймін. Баланы шошытасыздар. Біз қазір заң аясында жұмыс істеп тұрмыз. Ушып тұра берсеңіздер, полиция шақырамыз. Жоқ, тұра тұрыңыз, кешіріңіз. Сәл сабыр қылыңыз. Серік, қойшы, Серік. Жүр ғой, Аяла. Жоқ, там істеуіміз керек. Аяны беруіміз керек, түсінесің ба? Серік, ботаның бізде хаты бар ғой. Түсінесің ба? Бота Аяны бізге аманаттап тастап кетті ғой, Баланы қалай асырап алу керек, соның бәрін білуіміз керек. Жанка, түсінемісің? Ая, сен жылама. Жанка, тоқта. Ая, жылама. Ая, қызым, мен алып кетемін, сен оларшы қызым, жылама. Жылама, қызым, алып кетеміз, алып кетеміз. Серік, Аяның артынан барайықшы бірге. Барайықшы. Көршінің машасын сұрап берейік. Сәлеметсіз ба? Сәлеметсіз. Бола ма екен? Жүр, жан. Сәлеметсіз бе? Иә, не шаруамен келдіңіздер? Шаруа болғанда былай ғой. Біз бала асырап алайық деп едік. Иә. Келіп отырыңыздар.
Жәке, отыр. Жүр. Отыр. Отыр. Әрине, бала асырап алу деген ол өте сауапты іс. Дамыған батыс елдерінде бала асырап алу кең өріс алған. Ал біздің қоғамда жетімдер үйінің балалары десе, бір қылмыскерлер, жуликтер деген көзқарас қалыптасқан, бірақ олай емес қой енді. Олай емес, Мына сіздердің бала асырап алам деп келгендеріңізге қатты қуанып отырмын. Рахмет. Өзара ақылдасып шешім қабылдап келдіңіздер ме? Иә, ақылдастық нақты шешіміміз дәл қазір асырап алсақ бола ма? Бүгін. Сіздер үшін баланың жынысы, ұлты, жасы маңызды ма? Нағима Молдасыновна, кешіріңізші. Менің есімім Серік. Мына кісі менің әйелім. Аты Жанар. Мәселе былай ғой. Біздің көршіміз бар еді, Бота деген келіншек. Көршіміз болғанда енді туысқанымыздай болып кеткен. Мен қарындасындай көрем. Сол Бота осыдан бірер күн бұрын қайтыс болып кетті. Енді сол Ботаның артында қалған кішкентай қыз бар еді, аты Ая. Сол Аяны жаңа сіздердің мекемелеріңізге алып келді, жаңа ғана. Сол қызды біз асырап алсақ деп едік. Аяла еділ қызын айтып отырсыздар ма? Иә, дәл өз аяланы асырап алсақ. Үйлеріңіз бар ма? Үйіміз бар. Квартирада тұрмыз. Әрине, еліміздің әрбір азаматының құқығы бар бала асырап алуға. Бірақ оның тәртібі мен шарты болады. Айтасыз. Ол үшін әуелі баланы қамқорлығына алуға тілек білдірген туралы жазбаша өтініш, жеке бастарыңызды куәландыратын құжаттардың көшірмесі, неке қию туралы құжаттарыңыздың көшірмесі, денсаулық жағдайларыңыз туралы, сондай-ақ наркологиялық, психиатриялық диспансерде есепте тұрмайтын туралы анықтама қағаз керек, сотталмаған туралы анықтама, меншігінде тұрғын үйі бар екені растайтын құжат, немесе баспананы жалдау шартының көшірмесі қажет. Түсінікті ме? Түсінікті. Осы құжаттарды жинап келіңіздер алдымен. Болды, рахмет. Жәке, құжаттарды жинайық. Қазір аямен жолығып кетсем бола ма? Қыздың көңілін түсірмей-ақ қойсаңыздар, қазір сіздер кеткеннен кейін жылап қалса қиын болады. Жылатпайық. Жүр отанда жұмыстарымызды, документтерімізді жинап бітірейік. Рахмет апай, сау болыңыз. Жүр. Сау болыңыз. Сау болыңыздар. Сенің атың кім? Ая. Менің атым Сара. Сенің мамаң мен папаң бар ма? Әлде қайтыс болды ма? Мамам жоқ, папам бар. Бірақ ол менен бас тартты. Менің мамам мен папам авариядан қайтыс болды. Мен туысқандарым баққысы келмей осы жерге алып келіп тастады. Менде Жанар тәтем бар. Ол мені қазір алып кетеді. Әне. Болды енді Жанка, жүр. Екеуіңді жүрегімді ауыртып жылай бердіңдер ғой. Документтерді жинаймыз, бәрі жақсы болады. Документтерді тезірек жинайықшы, иә? Жинаймыз. Бастысы бізге ана хозяйкамен сөйлесіп, квартирант екеніміз дәлелдейтін договорды жасатуымыз керек. Тыныш. Жетесіз, Жанар тәте. Тәрбиеші апай ұрсады. Олар енді келмейді. Жоқ. Ол маған өте берген. Үлкендер айта береді. Олардың сөздеріне сене бермеу керек.
Сіздерде бәрі жақсы. Жүктілік бір қалыпты өтуде. Рахмет. Кешіріңізші. Айтыңызшы, ұл ма қыз ба? Сіздерде ұл? Yes! Құттықтаймын. Рахмет. Бәрі жақсы ғой, иә? Бәрі жақсы. Жағдайыңыз да Рахмет. бәрі жақсы. Міне, мынау сізге. Ой, несіне әуре болдыңыз? Алыңыз. Сізге атағаным болсын. Рахмет. Тәте, мен үйге қайтқым келеді. Не болды, Ая? Саған бұл жерде ұнамай тұр ма? Иә, Жанар тәтенің үйіне барғым келеді. Келе қойшы. Түсінем. Сен бұл жерге үйренісе алмай жатырсың. Сәл шыдасаң, өзіңе көп дос табасың. Сосын өзің еңдей болып кетеді. Жоқ. Маған дос керек емес, менде дос бар. Қандай әдемі. Бізде мұндай ойыншықтар өте көп. Осылармен ойнасаң болады, е? Жоқ, мен үйге қайтқым келеді. Қызым, жыламашы. Бұл жердегі тәтелерінің бәрі жақсы. Саған жақсы қарайды. Дәмді тамақтар пісіріп береді. Е? Енді қыздың әкесі заңды түрде қамқорлықтан бас тартқан болса, сіздердің асырап алуыңызға ешқандай проблема жоқ. Жоқ, ол бас тартқан. Алдында департамент қызметкерлері бізге қағазын көрсеткен. Бағанағы меңгерушінің айтқан құжаттарын жылдам жинап берсеңіздер, қалған жағына өзім жүгірем. Ол тез бола ма? Тез болады деп айта алмаймын. Құжаттардың өзіне шамамен 10 күнде уақыт кетеді. 10 күн? Е? Сонда Ая 10 күн ана жақта жата ма? Серік 10 күн деген көп қой. Тыныш ештеңе етпейді. Енді құжаттарды маған жинап беріңіздер жылдам. Қалғанына өзім тездетуге тырысам енді. Бол, тездет жинап береміз сізге. Жақсы? Сау болыңыздар. Рахмет, сау болыңыз. Он күн деген көп қой. Моем вкусе, маған да қан жоқ. Шын айтам, қыздар. Тас бірдеңе айтып жүрінші. Почему мне понравилось? Құрметті достар, минуточку внимания. Біз Анель жаным екеуміз сіздерді бүгін бекерден бекер шақырған жоқпыз. Анель екеуміз жақында ата-ана боламыз. Красавчик! Рахмет, брат. Рахмет. Поздравляю, Жаным. Какая приятная новость. Рахмет. Шығысты болсын. Аумин. Нурик, тұтым, бұл ал қыздар рұқсат болса шығып келсек. Кет, брат. Теперь можно. Сұлтан. Айтпайсың, я, Наля. Қанша айлық? Не деп айтам? Кішкентай еді. Ұл ма, қыз ба? Ұл. Вау. Я тоже хочу. Да будет у тебя, чё ты? Скорее. Еділ баласы өзінен емес екенін біле ме? Сәби. Нет, конечно. Странно. Қыздар, я вот узнала, знаете, про что?
Қорқып тұрсың ба? Мен де басыма келгенде қаттық қорыққам. Сосын үйреніп кетесің. Ал сенің атың кім? Ая. Менің атым Дамир. Ал егер сен қаласаң, мен саған аға болайын. Ешкімге тискізбеймін. Қандас боласың ба? Бұл жерде апайлардың айтқанын тыңдасаң, ұрыспайды. Олардың айтқанын орында, иә? Жарайды. Егер саған біреу тиіссе, Дамирдің қарындасым де, мен сені қорғаймын. Все, қазір келіп. Сержан Маратұлы, ассалаумағалейкум. Неге кеш келмедіңіз? Сенімен бір әңгіме бар еді. Жүрш. Е? Жаңалықтарын естіп жатырмын Анелден. Сендер үшін қуаныштымын. Ол енді сіздердің де қуаныштарыңыз бар. Саған үлкен үміт артып отырмын едім. Е? Анелге бар білгенімді үйретіп, бизнесмен айналысса деп едім. Бұл енді баламен отырып қалатын түрі бар. Сондықтан барлық жауапкершілік сенің мойныңа түсейін деп тұр. Сержан Маратұлы, мен де енді сіздің ұлыңыздаймын ғой. Кез келген істі тапсыра берсеңіз болады. Сөз беремін, жүрекке қаратпаймын. Өзім де солай ойлап едім. Сенің бизнесте біраз тәжірибең бар емес пе? Иә, тәжірибем бар әрине, бірақ сіздікіне жетпейді ғой. Онда сен былай істе. Ая. Неге ұйықтамай жатсың? Неге үлкендер көп өтірік айтады?